Армысыздар тыңдармандар, арнама қош келдіңіздер. Бізде бүгін махаббат жайлы әңгіме. Бұл әңгімені естігілеріңіз келсе, ең басынан бастайын. Ал сіздер болса лүпіл басып, шабыт сыйлап отырыңыздар. Эльмира әпкемді көпшілігіңіз білесіз. Жетім балаларға Алланың қалауымен халықты ұйымдастырып, үй әперіп жүрген алтын жүректі ана. Кезекті үйді Сұңқар мен оның 3 бауырын алды. Күнің шыжып тұрған шіліңгір шілдесі. Күлі бүбі тәтем қасына жолдасын ертіп үйіздеуге шықты. Қастарына Сұңқарды да ертіп алды. Қандай бір апта үйіздеп, әрең дегенде қолайлы үйді де тапты. Кешкісін WhatsApp-тағы топта гөж-гөж әңгіме. Бәріміз үйдің табылғанына қатты қуанып, апта бойы маңдай терін төгіп үй іздеген жандарға алғысымызды жаудырып жатырмыз. Әңгімеден әңгіме шығып, бұл балалардың тұл жетім екенін ескеріп, көшіп келетін үйлерінде еш дүние жоқ екен айтылды. Сұңқар өзі үй арасында жүрген салт жігіт. Бауырлары болса, балалар үйінің тәрбиесінде болған. Көшіп келетін үйде төсеніш те, төсек те жоқ. Содан мен өз оқырмандарымнан жылу жинап, үйдің ішін керек жараққа толтырамыз деп шештік. Осында парақшама салғанда барлық блогер құрбыларым қолдап, оларды оқырмандарын хабардар етіп, 3 күнде халықтан 500 000 ақша жиналды. Басында қатты қорққаным рас, бір үйдің түгел керегін алу, оған кәдімгідей көп ақша керек. Ондай қаражат ешқашан жинапты көргенмегенмін. Маған бұл үлкен сынақ болды десем болады. Бірақ Аллаға сансыз шүкіршілік. Халықтың жетімдерге деген ықыласы әрқашанда ерекше. Соңғы тиынды беруге дайын. Батырлап түскенде қуанғанды көрсеңіздер. Содан қасыма қыздар жинап, барахолка қайдасың деп базарға шықтық. Негізі бәрі ниетке байланысты. Ниеті түзу адамдар болса, ақша да тез жиналады, алатын затыңды алдыңнан мені ал деп өзі шыға келеді. Алдын ала не алатымыз жайлы тізім жасап алдым. Сол тізіммен бірінші Сәлем базарына келдік. Бірінші кезек кілем, диван, көрпе, көншек, төсек жабдықтарын алу керек. Алдымыздан шыққан бірінші дүкенге кіре салдық. Әдемі дивандар сататын өзіміздің қазақ жігіті бағаларын айтып, жиһазының мақтауын келтіріп жатыр. Содан мен бұл жиһазды кімдерге алып жатқанымызды, ақшаны мейірбан халық жинап берген тілге тиек еттім. Ағам бірден жүзім ерлене қалды. Бірден қолымдағы телефонды ашып, Инстаграмнан тауып алды. Парақшасын көрсетіп, сарнап қоя бердім. Қараңызшы, мына кісі халықты ұйымдастырып, жетім жесірлерге үй алып береді. Мына алып жатқан үй 17-ші үй. Молодец. Мына жасап жатқан жақсылықтарың үлкен іс екен. Алла разы болсын сіздерге. Негізі бізге осылай жетімге алып жатырмыз, мұқтажға алып жатырмыз деп көп адам келеді. Талайына алдандық та Алладан қайтар. Өзім де үнемі садақа беріп жүрге тырысам, қолымнан келсе көмек аямаймын. Сіздерге 100% сеніп риза болып тұрмын. Таңдаған жиһазды алыңыздар. Менің де қосқаным болсын деп өз бағасына берем деді. Қуанып кеттік. Қарама-қарсы дүкенде кілемдер сатады екен. Ағай сол дүкеннен алыңдар, ұлты өзге болғанмен өте қайырымды жан екен айтты. 6 тіл біледі, өзі үнемі қайырымдылық жасап жүреді деген соң сонда кірдік. Расымен ағай дұрыс айтыпты. Бір базарда тұрған соң бір-бірін жақсы білетін болып тұр ғой. Ол ағайға да жағдайды айттым. Мені тыңдаған соң ол кісі де сатам деп тұрған дорожкасын қолыма тегін ұстата салды. Үлкен кілемді де 60 000 деп тұр еді. Мәселенің түп төркінін білген соң 35 000-ға берді. Өздері ағалы інілі 3-4 екен. Біреуі кілем сатып, екіншісі төсек жабдықтарын, үшіншісі сүлгі сатады, төртіншісі тұрмыстық техника саудасында. Кілем алып жатқанымызда бір інісі тыңдап тұрған еді. Есептесіп болған соң, жүріңіздер, мен де сіздерге көмек көрсеткім кеп тұр. Төсек жабдықтарын, сүлгілер, жастықтар сататын бауырларым апарайын деді. Біреуі көмек беремін деп тұрса, неге қабыл алмасқа? Туған күнге барам деп кешігіп қалдым. Далаңдап 3 әйел артынан еріп кеттік. Обал не керек, расымен бағаларын түсіріп берді. Бәз болып алғысымызды жаудырып қоштастық. Ары қарайда саудамыз осы қарқымен жүрді. Кімнен сауда жасасақ та бағасын төмендетіп, қасына менен деп зат қосып беріп жатты. Бір қырғыз апай ас үйге пердесін тегін сатып жіберді. Мен де ризамын. Тізім мүгдегінде басқа заттар алатын болып жоспарда құрып жібердім. Әзірге ақша жетпейді, кейін өздері алар деп ойлаған заттарды алатынымды ойлап қуандым. Шкаф алуға барсақ, стол мен үстел тегін берілді.
Қысқасы бәрі өз ыңғайымен жолымыз болды. Тіптен сол дүниенің бәрін апаратын газель де табылай кетті. Табылғанда да тегін. Сол үй алынған ауылдың жігіті екен. Оны Нұрсұлу деген сұлуымыз тапты. Күн деген жанып тұр. Ақлап, өкілеп, үй алынған Бекболат ауылына тарттық содан. Айтпақшы, қасымда патшам да бар. Зат алғанда тасуға, перде ілуге көмектесесін деп оны да ертіп алғанмын. Ол да 10 сайман алып шықты үйден. Қабырғаны тесетін не еді әлгі? Дрель ма, сонысына шейін алып шыққан. Содан Бекболат ауылына келіп, үйдің ішін тазалап реттеуге кірістік. Әлгі затымыздың бәрін әкеп берген газель айдайтын жігіттің әйелі. Олымен, қыздарымен келіп олар да көмектесті. Қызықтың көкесі енді басталды. Үйді сатқан кісілер барлық заттарын алып босатып қойғанмен, неге екен өздері де әлі де үйде екен. Қонып шығамыз деді, бірақ не төсеніш, не жастығы жоқ, еденнің үстінде отыр. Жасы 60-ты алқамдаған анасы, қызы, немересі 3-еуі. Біздің оларда шаруамыз жоқ. Жуып тазалап, ақ патшам дрелмен дырылдатып қабырғаны тесіп, перде қадауға кірісіп кеткен. Әлгі апай өзі көп сөйлейді екен, миымызды ашытып жіберді шындығында. Әп сәтте екі бөлмені аядай етіп жайнатып қойдық. Қалған бөлмелерге кірісіп жатқаным сол еді, сыртта айғай-шу. Не боп қалды екен деп жүгіріп шықтық. Сөйтсек, сол үйдегі апаның ұлы. Есік алдында КамАЗ тұрған. Соны от алдырып қойған ағам. Кетіңдер дейді бізге. Апам да аң-таң, біз де аң-таң болып әлгі жерде. Кетпесеңдер, мына КамАЗбен машиналардың үстінен таптап өтем деп, бар білетін боқтығын айтып, ағам ашуына мініп алған. Ағам күшіне еніп алған, қайтатын түрі жоқ. Боқтықтың неше түрі бар екен, сонда білдім ғой. Анасы шырылдап қой десе қоятын түрі жоқ. Үй негізі біздікі, оларға қайқайыңдар десек болғандай. Уәде бойынша сол күні үйді босатып, біз тазалап, кілем төсеп, пердесін тағып қою керек болғанбыз. Кетіңдер ғане. Менің анам ауру, ол ұйықтау керек. Неге түн ішінде елдің мазасын алып жүрсіңдер? Мен қазір ана машиналардың үстінен таптап өтіп, маған бәрібір, көздеріңді құртыңдар деп қайтар түр жоқ. Нұрсұлудың ашуы келіп, ол да от алмасы бар ма? Телефонын алып, сен кімсің? Мен де қазір полицияға хабарласамын да айдатып жіберем деп қояды. Оған анасы шыр-пыр болып жүгіріп жүр. Айналайын, ешкімге звондамашы, керек емес. Ол өзі сондай жынды. Тірліктеріңді жасай беріңдер, бірақ милицияға звондамашы деп жалынып жүр. Әп сәтте даңғыр-дұңғыр болдық та қалдық. Енді қайттық. Ертең қоңғыс той, үй соған тап-тиянақтай дайын болу керек. Кетейік десем тағы болмайды, кетпейін десең құтырған иттей көзі қызарып алған бәлемен байланысқанымыз да жоқ. Күйеуім маған жаман көзмен қарап, қой, кеттік. Қалған түске дейін үлгерерсіңдер, басты тірліктер бітті деді. Сонымен у-шу болып, апыр-топыр шығып кеттік. Жол бойы мынауың қып-қызыл жынды екен ғой деп қоямыз. Сөйтсек, расымен үйі былай тұрсын. Кейде көршілердің де мазасын алып жүрген еркек қой. Оны кейін сып-сылдап көршілерінің көшіп жатқанын қуанғандарын жасыра алмай, экс-көршілер айтып қойды. Көшеді екен, үйді сатыпты дегеннен бәрі құтылып жатқандарына қуаныпты ғой. Шешесінің шырылдап, милицияға звондамашы дегендері де бар екен. Себебі көршілер де талай мазаларын алған соң, құзырлы мекемелерге шағымданып, ұстатып жіберген кездер болған екен. Содан не керек? Таңда атырып Бекболат ауылы қайдасың деп тағы да жолға шықтым. Жолай Алтын Орда базарына соғып теледидар астына қоятын үстелін алдым. Келсем, ауылдың қыздары бар, бәрі үйді толығымен ретке келтіріп қойыпты. Сұңқардың қайтыс болған анасының сіңлісі Рыскүл апай да келіпті. Бауырынан қалған тұяқтың үйлі болып жатқанына қуанып, көзінің жасын сығып қойып жүр. Үйдің ішіне қарап өзім риза болдым. Әп-әдемі боп жайнап шыға келіпті. Едендегі кілем, терезеге ілінген перде, бәрі үйге ерекше сәнмен жылу беріп тұр. Бәрінен тура бір мейірім шуағы шашылып тұрғандай. Неге екенін білесіздер ме? Себебі бұл дүниенің бәрі Алланың мейірімі түсіп, мейірбан халықтан жиналды. Кеудемді керемет қуаныш сезім бөледі. Аяғым жерге тимей, көкте қалықтап жүрген сияқтымын. Әр затқа қарап балалардың қалай қуанатынын елестетіп мәзбін. Көзім үлкен бөлмедегі пердеге түсті. Перденің хикаясы есіме түсіп, тағы да күліп алдым. Ол пердені менің қызметтес әріптестерім берген болатын. Бірақ үйге келіп өлшесек, ұзындығы да ені де жөндеуді қажет ететінін көрдік. Күлбібі әпкем екеуміз Гүлшат апайға апарып берейік. Сол кісіде тігін машинасы бар еді дедік.
Ол кісі тіке алама жоқ па, дым шаруам жоқ әлгі жерде. Үйіне апарып өлшемдерін айтып, бір шайын ішіп, көзін бақырайтып тастап кеттік. Тіке алмаймын деп айтуға шамасы жоқ. Сенім білдіріп келіп тұрған соң амалы бар ма? Содан ол кісі де намысқа тырысып түнімен ұйықтамай тіккен ғой. Кейін қалай қиналғанын айтып, бірақ сенім білдіртіп тапсырған соң өзіне өз ұрсып отырып тіккенін айтып еді. Кім білген, мені де бір сыбап алған шығар. Есесіне перде Сұңқардың үйінде әдемі болып көз алдымда ілініп тұр. Жайлап бәрін біртіндеп видеоға түсіре бастадым. Мен де халықтың ақшасына есебімді беріп, оларды да қуантып қоюым керек. Әрбір 100 теңге берген адам болса да, осы жерде титтей болса да менің де үлесім бар деп қуанатынын көзіме елестетіп, жанымен сезіндім. Біртіндеп қоныс тойды күткен халық та жинала бастады. Мен баяғы үйді әрқайсысына көрсетіп мәзбін. Келгеннің бәріне ерінбей айтатынымды қайтерсіздер. Базардағы адамдардың да көмегін, перденің жырын, бәрін айтып аузым жиылмаған шығар. Кейін ойлап қоям, ұят-ай, ешкімге сөз бермей сөйлей бердім ба деп. Қайтем енді, қуанышым қойныма сыймай өзіме алғандай болып жүрмін. Мен өмірде екі нәрсеге жан жүрегіммен қуанамын. Біріншісі жас ана босанып, балапанын бауырына алып жатса, екіншісі бір отбасы үйлі болса. Содан аулаға кең дастархан жайылып, қыздар көмек беріп, жайнатып кетті. Бәріміз Эльмира әпкем мен балалардың келуін күтіп отырмыз. Оқтын көшеге шығып қарап қоямыз. Жүректер лүпілдеп, ұзақ күткен сәтте келді. Сұңқар үш бауырмен өз үйіне кірген сәттегі эмоциямен айтып жеткізе алмаймын. Оны дәл сол жерде, дәл сол уақытта сезінген адам ғана іштей түсінеді. Оған әдеби тілім жетпей тұр. Мен тек үш баланың эмоциясын бақыладым. Олардың көңіл күйін түсінгім келді. Не сезініп тұрғандарын жан жүрегімен сезінгім келді. Абдырап қалған сияқты. Бізді шымшып аласыңдар ма? Но біздің түсіміз бе екен? Қазір оянып кетсең, мына кереметтің бәрі жоқ болады-ау. Оятпаңдаршы бізді, бақытты бола тұрайықшы дейтін сияқты. Екі қыз, Аружан мен Әсел, өздерін күлше қыз сияқты сезініп тұрғандай. Ал мына қуаныштың бәрі сағат 12-ден кейін жоқ болып, үй асқабаққа, адамдар тышқанға айналатындай сезімдік байқалды. Тек кішкентай құлыншақ Айбар ғана қуаныштан асыр салып жүр. Сұңқар анда-санда басын шайқап, өңім бе, әлде түсім бе, бұл мейірімді жандар расымен маған және бауырларыма арнап ұялып берді ма деп, әлде сене алмай отырғандай. Лента қиылып, шашу шашылып, жабылып балаларды үйге кіргіздік. Балаларға өз бөлмелерін, төсектерін көрсетіп жатырмыз. Арасында ұнады ма деп сұрап, әлі де эмоцияларын бақылаудамын. Жоқ, жүректерінде қорқыныш бар сияқты. Сенімсіздікті жанарларын оқыдым. Екі қыздың жымиып күлгендерін қанша көргім келсе де көре алмадым. Тек балапан Айбар ғана шексіз риза. Не айтсаң да секіріп қуанып, өзінің жеке бөлмесімен, жеке төсегі, киім салатын шкафы бар екеніне риза. Мен бірақ мына үлкен бөлмеде диванда жатам, себебі теледидар көріп жатқым келеді деп қояды. Аружан мен Әселдің бастарында көнелеу орамал, намаз оқиды екен. Оның үстіне балалар үйінде шаштарын тақырлап алып тастапты. Оған да жүрегім ауырды. Егер өз әке шешелері болғанда мұндай болмас, жүрместе еді ғой. Менің балаларым да, мен де қандай бақыттымын. Еркелетіп, қажетін әперіп, таңертең шашынды өріп, арасында ұрсып қоятын анаңның қасында болған қандай бақыт шіркін. Енді осы балаларға өз бауырларындай қарап, туған анасындай болатын бір мейірімді жан болса екен. Сұңқарға сондай иманды қыз жолықса екен деп, барша жиналған қауым іштей тілекші болды. Бәріміз далада ұзынақ жайылған дастархан басына жиналдық. Дәл осы сәтте кім екен есімде жоқ бір кісі, әке шешесі де ана жақтан балапандарын қуанғанын көріп, қабірлерінде бір аунап түскен шығар дей берген сол еді. Тып-тынық болып тұрған ауада ерекше жел көтеріліп кетті. Күннен қорғануға көлеңкелеп қойған палатка аспанға ұшып кете асықтады. 5-6 секундқа созылған қатты жел бізге балалардың әке шешесінен берілген белгі сияқты болды ма? Бисмиллахымызды айтып, бәріміз аруақта риза болды ау десіп қойды қайтер. Қоныс тойға ауыл мектебінің оқушысы меңгерушісі де келіпті. Болашақта балаларға бас көз болатын көршілер, ауыл болып қолдарынан келген көмектерін аямайтын айтып жатты. Уласып, шуласып әйтеуір, қоңыз тойды өткізіп, уф деп үйге қайтты қайтеуір. Бірақ көңілде бір кілтипат бар. Барлығы еш қиындықсыз болса да бір мәселе шығып тұратын заңдық сияқты ма кейде. Балаларды қолына алғанмен заңды түрде қамқоршылық тағайындалмаған болатын. Қайыр қылсаң бүтін қыл деп, келесі кезек осы мәселені шешуге кірісейік деп шештік.
Бірақ Сұңқар қаншалықты балаларының бауыры болғанмен оған қамқоршылық берілмейді. Себебі қамқоршы болу үшін отбасылы, яғни үйленген кісі болу керек. Сондықтан қамқоршылықты аналарының сіңлісі Рыскүл апайға рәсімдейтін болдық. Бұл өте күрделі, шешімі қиын, жүректерді жылататын мәселе еді. Кеше ғана балалар үйінен құтылып, бауырларымен қауышып, емін-еркін жүреді. Енді бастаған балаларға үлкен соққы дайын тұр еді. Өйткені қамқоршылық және қорғаншылық органы құжаттар рәсімделіп бітпейінше балалардың өз үйлерінде емес, балалар үйінде болуы керек деп шешті. Ол жаққа қайта бармаймын деп шырылдаған баланы көрсеңіздер ғой. Әсіресе Әсел: тәте, мен ол жаққа барғым келмейді, осы үйде қалғым келеді, Сұңқар ағамды қатты жақсы көремін деп жылағанда қоса жылағым келді. Бірақ өзімді ұстадым. Кинолардан баласын анасынан айырып жататын сәттерді көргендеріңіз бар ма? Міне дәл сондай көрініс. Сұңқар да балаларды жұбатып әлек. Сұңқар да балаларды жұбатып: үш ақ күн ғой, сосын алып кетемін. 3 күн шыдаңдаршы, кезінде балалар үйіне өткізгенде 3 жылдан соң алып кетемін деп уәде бердім, уәдемде тұрдым. Осы жолы да сондай болады деп әлекке түсті. Көздері жәутеңдеп сенгісі келген балалар да амалдары жоқ кетуге жиналды. Көзіміздің жасын көрсетпей сығып қойып бізде қоштасып қала бердік. Тіптен Сұңқардың балаларға әперген үйдегі мысық пен даладағы күшікке дейін қайма қарады. Қамқоршылықты рәсімдеу ауызбен айтқанға ғана оңай ғой. Былай шаруасы өте көп. Жүйкеңді жұқартатын шаруа. Құжаттарды дайындау процесі басталды. Дәл осы уақытта WhatsApp-тағы чатта қызу талқылау. Сұңқар тезірек өзіне адал жар, балаларға да бас көз болатын қыз тапса екен. Қыз болса үйленіп алса, қамқоршылықты өзіне рәсімдей салуға да болар еді. Қыз дейік онда жабылып. Осы Құралай ханымнан сұрасақ қайтеді? Қанша қызбен жұмыс жасап, күйеуге шығарып жүр. Бірыңғайлы қыз жоқ па екен? Бар болса жақсы болар еді. Таныстырып жіберсе, ары қарай бір-бірлеріне ұнап жатса, күшті болар еді. Таныстарыңыздың арасында сұрастырыңыздаршы, мүмкін қолайлы қыз бар шығар. Сұңқардай жігітке ойланбай тұрысқа шығуға болады. Бір жағынан тең-теңмен, тезек қабыммен дегендей бар емес па? Өзімен тағдырлас қыз табылса, өте жақсы болар еді. Әйтеуір бір-бірінің жағдайларын түсінеді сонда. Қыз іздеп Инстаграмға саламыз ба? Қой, небір қыз бар қазір, кім білген? Басына айналдырып, үйін тартып алып жүрсе тағы, танитын, білетін адамдардан сұрастыру керек. Бұл әңгіменің ішінде мен де араласып отырмын. Тең-теңмен, тезек қабымен деген кезде бір ой миыма сап ете қалды. Расымен өзімен тағдыры ұқсас болса, бір-бірін түсінулері де оңай болар еді ғой деп, мен де ортаға өз ойымды айттым. Сол ойдың келгеніне өзім жерден жеті ойын тапқандай қуанып кеттім. Апайлар, бір идея бар. Қызды қай жерден іздеу керек екенін білемін. Осы Талғардағы Нұр балалар үйінің басшысы Тұяқ ападан сұрастырсақ қалай болады? Ол апа балаларын керемет тәрбиелеп отыр. Қыздарын барғанда біразымыз көрдік. Бәрі апаны мамалап жүріп жүр. Ол апаның тәрбиесіндегі қыздар жаман болмайды. Давайте барайық. Сонымен бұл әңгіме топта қайта қозғалмады. Өйткені басқа да мәселелер көбейіп кетті. Бірақ мен ойымды Күлбүбі әпкем мен Гүлшат апайға тағы айттым. Олар ойымды қолдап, Тұяқ апама шығудың жолын қарастыра бастады. Былайша ол балалар үйіне барып жүргенімізбен тамырын басуға таныс дедік. Бізде бәрі таныс арқылы ғой негізі. Ең алғаш рет Тұяқ апаның балалар үйіне Амандық Ернарұлы, Амандық балапан арқылы барып едік. Бала болса да бәріміздің жиналып, балаларды жаңа жылмен құттықтап қайтуымызға себепкер болып еді. Амандық бірнеше жылдан бері анасымен, бауырмен балалар үйіне жиі барып тұрады екен. Сондықтан маған бірінші кезекте Амандықтың мамасы Айжанның телефон нөмірін тауып алу керек болды. Сол арқылы Тұяқ апама шығуды көздедім. Содан бір білсе, Арман Қартқожақов білетін шығар телефон нөмірін деп Арманға хабарластым. Амандықтың мамасы деген нөмірді жібере қойды. Дереу әлгі нөмірдің WhatsApp бар ойымды ашық айтып жазып жібердім. Қайдан шықса, онан шықсын. Бізге қыз керек деп желпініп отырмын әйтеуір. Амандықтың мамасы бірден жауап бере қоймады. Мына Арман дұрыс емес, нөмір берген бе деп қоямын. Осы жерде Алланың құдіретіне тағы да куә болдым. Егер Алла тағалам қаласа, мүмкін емес нәрсе жоқ. Расымен де Арман берген нөмірдегі WhatsApp-та Айжан мүлде қолданбайтын болып шықты. Бірақ мен жазған күні өзінен өзі сол нөмір тіркелген WhatsApp-та ашқан ғой. Алланың құдіреті десеңші. Әйтпесе мүлде қолданылмайды тұрған екен. Содан кездейсоқ менің хабарламаларымды оқып, қалады да бірден жауап жазды. Ақтолқын, сәлеметсіз бе? Мына телефонды мен бүгін случайно ашып қалдым. Сөйтсем, сізден хабарлама келіпті. Ойыңыз керемет екен.
Мен қуана көмектесемін. Бұл деген керемет қой. Егер екі адамның танысып, арты қуанышқа ұласуына себепкер болсақ, мен дәл қазір Тұяқ апамның келініне хабарласып білейін. Егер бос уақыттар болса, ертең-ақ барып қайтайық деді. Мен отырмын, жүрегім жарылардай қуанып, жүрегімде титтей күмәнді болмаса қорқыныш жоқ. Неге қорқыныш жоқ дегенді түсіндірейін. Негізі көп адам екі жасты таныстыруға қорқақтайды. Ертең екеуі отбасын құрып артынан ажырасып жатса, мен кінәлі боламын, ойбай керек емес, бәлесінен Аллах деп жатады, білесіздер ма? Эльмира әпкем Құралай ханымға шығып, жақсы қыз бар ма деп сұрағанда, осылай қорқақтапты. Мүмкін болашақты ойлап қорқақтағаны да дұрыс шығар, бірақ менде ондай титтей де болса күмән болмады. Неден қорықсаң сол болады деп позитив ойлап, тек алға деп шапқылай беретін әдет салдым. Сонымен Айжан Тұяқ апама хабарласып, кездесу белгілейтін болды. Тыпыршып, хабар күтудемін. Көп ұзамай Айжан да хабарласты. Апа ертең үйде екен, сағат 12-лерге барсақ болады дегенде, қуанғанымды айтсаңыздаршы. Қыз бар ма, жоқ, онда шаруам жоқ. Жүрегім жолың болады деп ұрып тұр. Содан төртеуміз WhatsApp'та тойды ашып алғанбыз. Топтың аты да ерекше, өзіміз ғана деп аталады. Кім қай жерден шығады деп кездесетін жерімізді белгілеп мәз болыстық. Хош, содан ертесіне Тұяқ апа қайдасың деп тарттық қой. Апам бізді аулада қарсы алды. Кішкене ғана аллея жасап, отырғыштар жасап қойған жерге жайғастық әйтеуір. Жағдайды сұрасып болған соң бұйымтайымызды айттық. Апам бірден аттауын ала қашты. Қыз жоқ қазір, бір қызым бар, ол әлі кішкентай, 17-де болмайды, оқу керек. Апа, сізде таныста көп қой, мүмкін осындай жігіт іздеп жүргендері де бар шығар іштерінде. Қарақтарым, негізі керемет іс бастапсыңдар, риза болып отырмын. Бір қыз бар еді, ой, керемет қыз енді, жұмысы да, өзі де, бірақ сендердің жігіттің жасынан үлкен болып тұр. Әттен құрдас болғанда сол қыздан асқан жар табылмас еді. Апа, ойлаңызшы, басқа да қыздары бар ғой сізде деп. Қол қалап мен де қоймаймын. Жарайды. Қажы достарым бар, соларға құлақ қағыс етейін. Бар болса айтармын. Дегенмен жүзінен сенімсіздік байқадым. Әрине, бізде де анау айтқан керемет танымайды. Жеке өзім екінші рет қана кездесіп отырмын. Ішімізде Айжанды ғана жақсы таниды. Кім? Ол қандай жігіт? Расымен мына ханымдар айтқандай жақсы жігіт па деген сияқты ойлар ойлаған анық. Кім де болса солай ойлар еді. Өзім де апаның орнында болса неше түрлі ойлар тастайтын шығармын әйтеуір. Менің көңілім түсіп кетті. Расымен қыз жоқ па екен? Соншалық сенімді болып келіп едім. Өзімше керемет идея айттым деп мәз болғанда, арты аблон болды ау деп қоямын. Бірақ сонда да ішкі түйсігім апам көмек береді деп тұрды. Ех, болмады ау. Қайтуға қоштасып жатқанда Тұяқ апа, дастарханның нан ауыз тиіңдер деп шықты. Қыздар дастархан жайып қойыпты деп қазағымның қонақ келсе де дәм таттырмай қайтармайтын қасиетін көрсетті. Апамның дәмді ыстық бауырсағы үнемі дайын тұратынын білетін біз, нан ауыз тисек, нан ауыз тиіп шайық деп ішке кірдік. Сөйтсек апамның үлкен келіні кенже жайнатып дастархан жайып ыстық тамақ та әкеліп қойыпты. Бір бой жеткен шай құйып жүр. Сұңқардың әпкесі Гүлшат апай, Айжан, мен бір-бірімізге ымдасып қоямыз. Мына қыз ше деген сұрақпен ымдасу ғой. Әсіресе Айжан екеуміз көзбен ымдасып сөйлесіп отырмыз. Апам да ақылды, соны сезді. Бұл қыз әлі кішкентай, 17-де әлі деді Гүлшат апай. Кішкентай екен, онда атың кім деп сұрады. Альмира. Шайы құйғанына қарап қызығып отыр едік. Қап, жасың кішкентай екен. Иә, әлі оқу керек деп апам да қосап қояды. Біз аузымыз жабылмай әлі Сұңқар жайлы айтып отырмыз. Қандай жігіт, үйді қалай алды, үй іздеу қалай жүрді, бәрін. Үш бауырым балалар үйінен өз қолына алған, бірақ отбасылы болмағандықтан қамқоршылықты бермей балаларды қайта тартып алғанды жасырмайдық. Бір кезде мен телефонымнан апа, мына жігіт қой деп Сұңқардың үш бауырымен түскен суретін көрсеттім. Сол кезде апам шай құйып жүрген Альмираға қарап, әй, шын жасыңды айт енді деді. Бәріміз апа деп шу етіп күлдік. Альмира да майысып 23-темін дейді. Жерден жеті қоян тапқандай қуанғанымыз ай апа, қызымызды мынадан жасырып жасын айтпай қимай отыр едіңіз деп мәз болыстық. Апам көпті көреген кісі ғой.
жетімдікті де, аштықты да, жоқтықты да, жақсыны да, жаманды да көрген. Ал құрметті тыңдармандар, әңгімені жатса, үліп басып пікір қалдыра кетсеңіздер, әңгіменің жалғасы бар.